Ел мұраты жолында құрбан болған алаш қайраткері Ораз Жандосовтың есімімен аталатын Қарасай жеріндегі ауылдық округтің бүгінгі тыныс-тіршілігі тұрақты, даму барысы жыл өткен сайын артып келеді. Алматымен иық тіресіп тұрған округтың әр саласында атап айтар жаңалықтары жетерлік. Солардың ішінде ең маңыздыларына тоқталып, мемлекет тарапынан атқарылып жатқан жұмыстардың біразын жалпақ жұртқа жеткізуді жөн көріп отырмыз. Біздің алдағы бірнеше бейне материалымыз дәл осы Жандосов ауылдық округінің ахуалына арналады. Жандосов ауылдық округіндегі айрықша атап өтерлік әрі мақтанарлық орталықтың бірі Жандосов елді мекеніндегі сәулеті мен сәні жарасқан кітапхана. Мекеменің қазіргі жай-күйі талай адамды таң қалдыратыны анық. Мұнда ересектерден бөлек балалардың рухани дамуына ерекше көңіл бөлінген. Балалар демекші, бұл ауылда жасөспірімдердің бос уақытын тиімді өткізу үшін воркаут алаңдары да салынған. Міне, осындай жаңа бастамаларымен ерекшеленетін ауылдың жағдайын округ әкімі Алмас Ғалымжанұлымен бірге аралап көрсек деп отырмыз. Алмас Ғалымжанұлы, енді бүгін Жандосов ауылдық округіне қатысты жалпы ақпаратпен бөлісіп өтсеңіз, бұл ауылдың жалпы аумағы қандай, құрамына қанша ауыл кіреді дегендей? Енді Жандосов ауылдық округі өзі құрамына 3 ауыл кіреді: Шалқар, Жандосов, Қайрат ауылдары. Халық саны 14.175 адамды құрайды. Жандосов ауылдық округінде 3 мектеп, екеуі жаңағы мемлекеттік орта мектептері, бір мектеп жаңағы жеке кәсіпкердің мектебі, шәкірт скул деген. Біз енді осы ауылымыздың жастарына, болашағына байланысты біз воркаут спорт алаңдарын және балаларға арналған алаңдарды салып жатырмыз жыл сайын. Ауылымыздың жастарының бұқаралық спортпен шұғылдануына жағдай жасауға жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан ауылымыздың былтыр салынған спорт алаңына қазір барып көреміз. Бұл жұмыстар 2025 жылы осы мердігер анықталып, 9 миллион қаражат мемлекеттен бөлініп, осы Жандосов ауылына балалар мен спорт алаңы салынған болатын. Сол жылы қолданысқа берілді. Бұл балалар спорт алаңы ауылымыздың жастарының спортқа баулуға қолайлы жағдай жасау мақсатында салынған болатын. Сондықтан осы жұмыстар жасалды. Енді алдағы уақытта да жер телімдері қарастырылып, ауылымыз кеңейіп жатыр, халық көбейіп жатыр. Сол себептен тағы да осындай спорт алаңдарын, балаларға арналған алаңдарды салу жоспарымызда бар. Қазір сіздерден де спорттан бөлек білімге де кішкене көңіл бөліп жатыр екенсіздер. Соның бірі жақында ашылған кітапхана екен. Иә, ол да бар. Енді ауылымыздың рухани дамуына байланысты ауылымызда кітапхана, ескі кітапхана болған. Соны жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, мемлекет тарапынан қаражат бөлініп, жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Ауылымыздың кітапханасына жақында салтанатты ашылуы өтті. Құрметті оқырмандар, Алмас Ғалымжанұлының айтып өткен кітапханасы шынымен де өте ерекше орталықтардың бірі. Тіпті басқа елді мекендерде жоқ кітапханалардың бірі десек те болады. Оның сыртқы келбеті де, ішкі дизайны де кіргеннен ақ байқалады. Біз қазір сол кітапхананы сіздерге жақынырақ таныстыратын боламыз. Негізі Жандосов ауылының кітапханасының ашылуының өзі бір қызық. Себебі бұл кітапхананың тарихы осы ауыл белсенділері оқырман ауыл атты қор жинап,
сол қордың қаржыландыруымен бұл ғимаратты, Жандосов ауылының кітапханасының ғимаратын сатып алған 2021 жылы. Содан сол 2021 жылы бұл кітапхана толықтай мемлекеттің құзырына өткізілген. Жалпы кітапхана толығымен интернетпен қамтамасыз етілген. Үйінде мүмкіндігі жоқ оқушылар немесе үлкен адам болсын, тыныштықта жұмыс жасағысы келген адамдар болсын, бізде жайлы зонамыз бар. Сол жерге келіп өзінің жұмыстарын жасай алады, дөңгелек үстелдер өткізіледі, немесе кейбір пікірталас алаңдарына да ыңғайлы жер деп санаймын осы жайлы зонамызды. Себебі ол жерде LED экрандарымыз бар, айпадтарымыз бар және компьютерлеріміз бар. Жалпы біздің кітапханамыз 1800 оқырман тіркелген кітапханамызда, және де бұл жерде 8000-нан аса кітап қоры бар. Соңғы жылдарда шығып жатқан шетел әдебиетінің, қазақ әдебиетінің кітаптарында осы кітапханадан табуға болады. Бұл балалар бөлмесі, бұл жерге кіші жастағы балалар келіп, балаларды қызықтыру мақсатында үлкен бөлім болып ашылған, өзі бөлек. Осы балалар бөлмесі ұлттық құндылығымызды насихаттау мақсатында толықтай ұлттық орнаменттер мен оюлармен безендірілген. Және де балалардың жасына сай, сол кішкентай балаларға арналған әртүрлі қызықты кітаптарымызды, ертегі кітаптарымызды табуға болады.